Сәлем достар, бүгін біз картоп пен етті бұқтыратын боламыз. Ол үшін бізге 700 грамм картоп қажет болады. Оны жуып тазалап, дәл видеодағыдай осылай бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Картоп пен етті әркім әртүрлі тәсілмен қуырады. Менің осы тәсілмен қуырып көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Картоптарды осылай бөліп шыққан соң, жарты шай қасық тұз саламыз, куркума жарты шай қасық, барлығын жақсылап араластырамыз. Басқа керек заттарымыздың барлығын алдын ала жуып тазалап, барлығын турап дайындап аламыз. Бұл жерде менде 600 грамм жылқының еті осылай турап алдым, және сарымсақ, оны да осылай турап аламыз. Және қызыл, жасыл болгар бұрышы, бір дана сәбіз, бір дана пияз. Дәл видеодағыдай барлығын турап дайындап аламыз. Картоптарымызды қызып тұрған майға салып, қызартып қуырып аламыз. Арасында осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне картопымыз қызарды, барлығын бөлек ыдысқа салып аламыз. Мен картоптарды екі бөлікке бөліп қуырдым. Қазір екінші бөлігін дәл солай осылай қызартып қуырып аламыз. Екінші бөлігінде қызартып алған соң, артық майды құйып алып, қазанда 100 мл майды қалдыратын боламыз. Және оған етімізді салып, қатты отта қызартып қуырамыз. Еттің үстіне жарты шай қасық тұз, дәміне қарай қара бұрыш және жарты шай қасық зира қосамыз. Барлығын араластырып, жақсылап қуырамыз. Етімізді жақсылап қызартып қойған соң, үстіне бір дана пиязымызды саламыз және сарымсағымызды салып қуырамыз. Бір-екі минут қатты отта қуырамыз. Одан соң жарты шай қасық томат пастасын салып қуырамыз. Енді жасыл, қызыл болгар бұрышын саламыз. Оны да 1 минутта қуырамыз. Одан соң сәбізімізді саламыз. Тағы да 1 минутта қуырамыз. Одан соң майға қызартып қуырып алған картоптарымызды саламыз. Жақсылап орналастырып шығамыз. Одан соң үстіне 400 мл салқын су құятын боламыз. Бетін жауып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін 2 лавр жапырағын салып жібереміз. Суына кішкене батып тұру керек. Батырамыз және осыны 30-35 минут бұқтыратын боламыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Осы тәсілмен жасап көруге кеңес беремін. Өте сулы, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Бетіне кесілген зеленді сеуіп ұсынатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін.